Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен қазір Овощной ассорти турап жатырмын. Енді бізде негізі Кавказский ассорти деп атайды. Бұлай қарап тұрсаңыз, барлығының қыры шығып, әп-әдемі болып тұр. Жақынырақ келіп көрсеңіз болады мінекей. Осы Овощной ассорти дейміз ғой, егер жасап жатқан жағдайда міндетті түрде қырын шығарып, әрқайсысын стандартпен дейді ғой, бәрін бір келкі қылып, бірдей қылып, сүйкімді етіп салу керек. Ол жаңағына шөптің астында тұрады, немесе басқаның астында тұрады, бұлай көрінбей қалады, үйтіп қалады, бүйтіп қалады деп, оны қалай болса солай тураудың қажеті жоқ. Түсінікті ғой, сосын мінекей міне бауырсақты дайындадық. Бұл біздің фирменный бауырсақтар. Өздеріңіз білесіздер, бауырсақты мен рецептін салып қойған болатын, салып, көріп, жасап, нәтижесін маған жіберіп жатқан қыздар қаншама. Сондықтан егер бірдеңе үйреніп жатсаңыз, маған кері байланыс жіберіп жатсаңыз, мен қуанып қалар едім. Егер тағы да бірдеңе ассорти немесе салаттар қажет, тағы да айта кетейін, қыздар, қыз-келіншектер, мен тағы да өнімдер жасап жатырмын. Бұның барлығын таңдау еркі менің клиентімнің өз құзырында. Сондықтан мына бауырсақты жаңа Овощной деп жатырмыз, Кавказский ассорти деп аталады. Егер тағы да бірдеңе қызықтырып жатса, салат ассорти немесе тағамдар қызықтырып жатса, міндетті түрде осы стористің астына жазып белгілеп кетсеңіз болады. Мен сіздердің пікірлеріңізді тыңдайтын боламын. Менімен бірге болыңыз.